Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін баялды мен асқабақтан салат жасаймыз. Бізге керекті 2 асқабамызды жуып аламыз. Әрі қарай осындай қылып тураймыз. Барлығын осылай турап алып, ұнтақ жармаға аунатып, қызып тұрған табамызда 2 жағын аунатып, қуырып аламыз. Енді қызанақты дайындаймыз. Қызанақтарымызды жуып, осылай дөңгелек қылып турап аламыз. Енді сарымсақтарымызды езіп майдалап тураймыз. Ары қарай ас көкті тураймыз. Осыны майонезіміздің үстіне құйып араластырамыз. Соусымыз дайын болды. Барлығын осындай қылып жасаймыз. Салатымыз дайын. Енді екінші салатымызды дайындаймыз. Біздерге 3 баялды керек. Оны сопағынан жіңішке қылып осындай тураймыз. Барлығын қызып тұрған табамызда қуырып аламыз. Қызанақтарымызды дайындаймыз. Қызанақтарымызды майдалап турап аламыз. Ас көгімізді тураймыз. Сарымсақтарымызды езіп майдалап турап аламыз. Барлығын араластырамыз. Үстіне бір шымшым тұз қосамыз. Бір-екі ас қасық майонез қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Екінші салатымызды осылай жасап аламыз. Тіс шұқығышпен қыстырып, бетіне салмамызды саламыз. Салатымыз дайын болды. Өте әдемі болып шығады. Достар, осылай дайындап көріңіздер. Өте әдемі болып шығады. Өте дәмді. Толық рецепті төменнен көре аласыздар. Достар, мені қолдап, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.